Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Иманғали Тасмағамбетовтің жасаған мәлімдемесінен кейін қаншама ел үлкен ойда қалды. Қазақтар енді ОДКБ-ның құрамында Украинаға әскер ретінде бару мүмкін ба деді. Бұл сұрақ бүкіл елді алаңдатып қойғандығы шындық. Иманғали Тасмағамбетовтің жасаған мәлімдемесі расында да ОДКБ-ның егерде Еуропа әскері Украинаға қандай да бір әскер кіргізетін болса, онда ОДКБ-ның да белгілі бір жауап болатынын айтты. Және бұны жоққа шығармады. Демек, ОДКБ-ның құрамындағы мемлекеттер де Ресей үшін белгілі бір әрекеттерге, көмектерге бару мүмкін. Өйткені ОДКБ-ның негізгі ережелері бар. Бірақ мынаны есте сақтауымыз керек. Украина Ресейдің жеріне басып кірген жоқ. Керісінше Ресей Украинаның жерінде агрессия жасап жатыр. Ал ОДКБ-ның негізгі шарты бұл сол одақтас мемлекетке басқа сырттан ел басып кіретін болса, онда сол одақтас мемлекеттердің көмек көрсетуі міндеттелген. Алайда бұл жерде басқыншы Украина емес, бұл жерде басқыншы Ресей. Яғни Ресейдің агрессиясы. Бұны депутаттардың өзі ашық айта бастады. Кейбір депутат, бүкіл депутат деп айтпайық. Мысалы, Ермұрат Бапи ағамыз, осы Ресей мен Украина арасындағы соғыс кезінде өзінің пікірін өте ашық білдіріп жүр. Әрине, бұл Ертісбаев сияқты адамдардың ашуына тиіп, қытығына тиіп, олар неше түрлі мәлімдемелер жасап жатыр. Енді қараңыздар, ОДКБ-ның құрамындағы Қазақстанға қандай сын қатер келуі мүмкін? Өйткені біз ОДКБ-ның құрамындағы мемлекетпіз. Бұл мәселе бірінші рет көтеріліп тұрған жоқ. Ресей мен Украина арасындағы соғыста өткен жылы 2024-тің күз айлары шамасында осындай бір мәселе қызды-қыздымен енді бүкіл елді ойландырып тастаған болатын. Бұл Украина әскерінің Курск облысына, Ресейдің Курск облысына басып кірген кезде айтылған еді. Сол кезде Белоруссия президенті Лукашенконың қатқыл мәлімдемелері тіпті ресми Астананың өзіне жақпай қалды. Лукашенконың не айтқанын білесіздер, сол кезде Лукашенко кезінде біз дейді, қаңтар оқиғасы кезінде Қазақстанға көмек бердік деді. Ол Қытайдан, Үндістаннан, Пәкістаннан сияқты басқа мемлекеттен көмек алған жоқ. Тоқаев қаңтар оқиғасы кезінде ОДКБ-ден көмек алды деді. Бұны былайша айтқанда қазақ билігінің бетіне басып айтып отыр. Ал Лукашенконың сол жолы жасаған әрекеті, мәлімдемесі расында да тіпті қазақ билігінің өзіне ұнамай қалды. Енді қараңыздар, бұл мәселе сол кезде айтылды, енді бұл мәселе қазірде айтылып отыр. Өйткені соңғы кездері Трамптың жасап жатқан әрекеттерінен кейін Еуропа мемлекеттері бүкіл салмақты өздеріне алып жатыр. Ұлыбритания, Франция, Польша, Испания, Италия мемлекеттері, Европадағы ең ірі мемлекеттер өзара бірігуді бастады. Бұл Украинаның қауіпсіздігі, Европаның қауіпсіздігі деген мәлімдемелер, ұрандар жиі айтыла бастады. Себебі қазіргі кезде Украина тас-талқан болудың алдында тұр, алайда толық талқандалған жоқ. Ресейліктер осыған дейін 3 жыл бойы Украина жерінде жасап жатқан әрекеттері айтарлықтай нәтиже бермеді. Бірақ Трамптың Украинаны НАТОға кіргізбеуге тырысуы және Украинаны жайына қалдыру, ол былай тұрсын, Украинаға беріліп келген осы кезге дейінгі көмектерді тоқтататын мәлімдеуі расында да Европа мемлекеттері бүкіл салмақты өздері көтеру керектігін түсіндіре бастады. Макрон, Кир Стармердің жасап жатқан мәлімдемелеріне қарап, Европа енді бүкіл салмақты өздері алып, тіпті керек болса қару-жарақпен, қаражатпен қашанға дейін керек болса сонша көмектесуге дайын екенін мәлімдеді. Әсіресе Ұлыбритания өте қатты қимылдап жатыр. Осы кезге дейін Шольц басқарған Германия үкіметі де Путинге қатты ескерту жасаған болатын. Шольц айтқан болатын: Германия қанша құлдыраса да, экономикасы зардап шексе де, қанша қажет болса Украинаға соншалықты көмек береді деген болатын. Алайда Европа мемлекеттері ол кезде қатты қимылдай қоймады. Европа мемлекеттерін қимылдатқан бұл Трамптың билік басына келу және оның жасаған мәлімдемесі. НАТОға қоспауы Украинаны және беріліп келген көмектерді тоқтатуы. Осыдан кейін Ұлыбритания қатты қимылдай бастады. Негізінде тарихқа қарайтын болсаңыздар, Ұлыбритания
Европадағы қауіпсіздікке өте қатты араласып отырған. Әсіресе Ресей тарапынан агрессия басталған кездері. Ол Наполеон соғыстары болсын, одан кейінгі Қырым соғысы болсын, одан кейінгі мына большевиктердің билік басына келетін оқиғасы болсын, одан кейін кеңестер одағының билігі, яғни коммунистік идеяны насихаттау кезінде қатты қарсылық жасаған бұл Черчилль, Ұлыбританияның. Айта берсек, осындай оқиғалар кезінде Ұлыбритания шешуші рөл атқарып келді Европа тарихында. Ал бұл жолда Кир Стармер деген биліктегі адам Ұлыбританиядағы мәлімдеме жасап, қазіргі кезде Украина үлкен бір өзгерістің алдында тұр. Егер де Украинаға қанша қаражат керек болса, біз сонша көмектесуге дайынбыз деп мәлімдеген болатын. Ал енді бұл жолы қазақтар қандай әрекет жасау мүмкін? Қазақ билігі Украинаға әскер жіберетін болса ОДКБ-ның құрамында, онда бұл үлкен масқара ретінде әлемдік қауымдастықтың алдында, былайша айтқанда, қазақ билігінің үлкен бір жағдай сынға қалар сөзсіз. Себебі бұл жерде тағы да басы ашық мәселе, бұл Украинаның Ресейге басып кірмегені, керісінше Ресейдің Украина жеріне басып кіргендігі. Міне осы мәселе. Ал ОДКБ-ның негізгі шарттарда бағана айтқандай, сырттан басқыншы кіретін болса, онда одақтас мемлекеттердің көмекке бару міндеттеледі. Ал енді қараңыздар, осы кезге дейін бұндай мәселе Қазақстанда тығырыққа тіреген бұл бірінші мәселе емес. Естеріңізде болса, Қарабақ соғыстары кезінде Әзербайжан мен Арменияның арасындағы соғыс қазақ билігін осындай бір сын қатерлерге алып келген болатын. Ол қандай қатерлер еді? Естеріңізде болса, Армения билігі ОДКБ-дан көмек сұраған болатын осы соғыстың кезінде. Алайда ОДКБ тиісінше көмек бермеді Арменияға. Бұл Арменияның ашуын туғызды. Міне осы кезде қазақ билігі қандай әрекет жасау мүмкін? ОДКБ-ның құрамында Арменияға көмекке бара ма, Әзербайжанға қарсы оқ ата ма деген еді. Алайда әйтеуір бұл қатерден аман шықтық, өйткені Әзербайжан бауырлас халық. Түркі халықтарының алдында біз масқара болатын едік, егер ОДКБ құрамында әскер кіргізген болсақ. Осылайша бір қауіп қатерден аман қалдық деп айтуымызға болады Қарабақ соғыстары кезінде. Өйткені Армения ОДКБ-ның мүшесі, ал Әзербайжан туыстас бауырлас халық, түркі тектес халық. Міне осындай сын қатерлермен бетпе-бет келуге тура келеді. Алдағы уақыттарда, егер біз ОДКБ-ның құрамында өз одақтас мемлекеттік одақтас мемлекет ретінде қарым-қатынасымызды жалғастыратын болсақ, онда әрбір мемлекет үшін, олардың күреске түсетін мемлекет үшін осындай уайымдауға тура келеді. Өйткені одақтас мемлекет болғаннан кейін біздің де алатын өзіндік міндеттемелеріміз бар. Осыған қарап, ОДКБ қалай саяси құбылатынын болжап білу мүмкін болмай қалды. Алдағы уақыттар көреміз. Европа мемлекеттері әскері қимылдайтын болса Украинаға қарай, онда ОДКБ-да қимылдайтын сөзсіз. Бұны Иманғали Тасмағамбетовтің өзі мәлімдемесін айтқан болатын. Ал қазақ билігі сол кезде қандай шара жасау мүмкін? Қалай әрекет ету мүмкін? Онсыз да 3 жыл бойы Ресейдің бораған оғымен алысып жатқан Украинаға, өз жерін қорғап жатқан Украинаға қарсы қару кезене ма? Әлде жоқ, мен бейтараптық саясатымды жалғастырам деп Біріккен ұлттар ұйымының жарғысына сәйкес әрекет ете ма? Оны уақытысында көретін боламыз.